Бәріне сәлем достар, сіздермен Айжан Маратқызы, және де бүгін бізде жаңа жылдық Get Ready With Me құрбымен кездесуге жиналатын боламын. Және де сіздермен бірге итоги года осы жылға бір шағын сараптама сондай жасап шығамыз. Маған өзіме осындай видеолар ұнайды, сондықтан кеттік. Осы видеодан сіздерде жаңа жылдық атмосфераны сезіну үшін артқа шыршаны қойдым. Камин, және де менің тіпті кружкамның өзі жаңа жылдық стильде, сондықтан да осы бір тырысқаным үшін сіздерден осы видеоға бір лайк болсын. Достар, мен жақында өзіме бір күшті нәрсені тапсырысқа берген болатынмын. Бұл Logitech-тің Apple M350 осындай өте кішкентай компактный мышкасы. Өзімен бірге алып жүруге ыңғайлы кішкентай қалтама немесе сумкама сыйып кететіндей мышка іздеген болатынмын, және де бұл мышка соған сәйкес келеді. Кітапханада немесе кофейняларда сабақ оқып отырған кезде басқаларға кедергі келтіргім келмейді, және де осындай жағдайда бұл мышка маған көмекке келеді десем де болады. Ішіндегі бесшумный механизмына байланысты бұл мышканы қолданған кезде мүлдем дауыс шықпайды. Оның ыңғайлылығы сондай, тіпті ұзақ жұмыс жасасам да қолым шаршамайды. USB ресивер арқылы компьютерге немесе ноутбукқа қоса аласыздар, немесе Bluetooth арқылы планшетке қоссаңыздар болады. Бұл мышкамен кез келген жерде қолдана беруге болады. Бұл кофейнядағы столик болсын, немесе көрпенің үстінде де болсын, бұл өзінің жұмысын өте жақсы атқарады. Және де бұл мышканың ішіндегі батарейка 18 айға дейін жақсы жұмыс жасайтын болады. Айтпақшы, бұл мышканың түсін мен біздің бөлмеміздің дизайнына қарай таңдаған болатын. Бұл мышканың түсі Lavender Lemonade деп аталады. Өте сүйкімді көрінеді негізінде. Бұндай обновкамен мен қалай мақтанбаймын. Енді осы мышканың арқасында менің ноутбуктағы сабақтарым, жұмыстарымды жасау жеңілдене түсті. Сатып алу үшін описаниедегі сілтемеге өтіңіздер. Так, соңғы жаңалықтардан. Мен қазір Ақтөбедемін, енді бірінші семестр аяқталды. Қаңтардың 22-сіне дейін бізде демалыс. Осы демалысқа қаңтар айына менде жоспарларым өте көп. Тек қаңтар айына емес, жалпы жаңа келе жатқан жылға жоспарларым көп. Айтпақшы, соны қазір жақында кәдімгідей күнделікке отырып алып, тұрсап, нақтылап жазып шығу керек. Себебі қағаз бетіне түспеген жоспарлар бұл мақсат емес, жай ғана желание. Міндетті түрде қағаз бетіне түсіріп алыңыздар жоспарларыңызды. Бірінші мен қазір бетімен база жағатын боламын. Осы базаны қазіргі танымал мен TikTok-тан көп шығып еді осы не туралы. С чего начать? О чем бы рассказать вам, девочки? Девочки, у меня в жизни такое происходит. Жаңалықтардан мен ламинирование бровей жасаттым. Ламинирование ресниц жасаттым. Ертең мен маникюр жасатам. Наращивание істеткім келіп тұр, андай миндаль формада ұзын қылып, қазір қызар істеді ғой, прям ұзын қылып наращивать етіп тырнақтарымды. Құрбымен кездесетін болғандықтан мен әдемі суретке түскім келіп тұр, андай күшті бір кафешкада дегендей. Сондықтан мен BB креміма Мишаның Dior Forever'ды араластыратын болам. Сонда екеуінен жақсы покрытие шығады, себебі Dior'ның өзін жақсын, ол тым плотный, ол біріншіден, екіншіден менде енді тип кожа сухой болғандықтан бүткіл андай құрғақтығын көрсетіп тұрады беттің, сондықтан Мишамен араластырамыз. Ал Миша ол BB крем болғандықтан ол андай жақсы ылғалдандырады. Короче, бір-бірлерін күшті дополняют. Осы жылға қорытынды жасайтын болсақ, менде жалпы 2022 жыл қалай басталды? Енді дайындықпен жүрдім мен, 11 класс оқып жүрдім. Бұл кездегі басты проблема менде ол мамандық таңдау, университет таңдау болды, себебі мен өзіме сенімсіз болдым. Жаңағыдай өзім таңдауыма немен айналысқым келеді, не ұнайды, блогымды жалғастырып кетейін ба, или мамандық таңдайын ба деген сияқты. Жылдың басталуының өзі маған онша қатты ұнаған жоқ. Сондықтан да білмеймін, енді осы 2022 жыл кішкене енді онша емес те өтті. Әрине де барлығына шүкір деймін, бірақ дегенмен де енді осы 2023 жылға үміт көп. Жалпы мен қанша таныстармен араласып нетпесем де, көбісінде осы бір 2022 жыл кішкене андай қиындау өткен сияқты болып көрінеді. Жас үлкен болсын, кіші болсын. Мендегі мысалға басты сол ол кездегі енді қиындық ол ұмыты болды. Одан кейін де кішкене андай ситуациялар болды. 2023 жылға үмітім көп, бірақ енді андай үміт көп деп просто жылдан күтпеймін. Мен өзім кәдімгідей әрекет етемін деп андай кәдімгідей өзімді қолға алып жатырмын, себебі мойындаймын, мен 2022 жылда өте еріншек болдым. Прям максимально еріншек болған шығар менің сүйікті ісіммен айналыспағандықтан бір жағынан өзімнің андай эмоционалдық
состоянием деймі, сондай кішкене не очень болды, себебі мен бір жағынан қараймын да, блогер достарым күшті дамып жатыр, күшті контент жасап жатыр, ал мен әлі бір деңгейде тұрып қалдым. Блогымның сапасы түсіп кеткеніне қатты көңілім қалған. Мен ол состояниеден енден шығып келе жатырмын, себебі мен санаға көшкенімнен мен вообще контент деген әумен 0 болып кетті. Жоспарым 2022-ге ол ұбт-ны ойдағыдай тапсырып грантқа түсу болды. Грантқа да түспедім. Енді ол үшін қатты бір өкініп жатқан жоқпын, грантқа түспедім, бүйтпедім деп. Бірақ дегенмен де енді жоспар орындалмады. Менің келесі жоспарым ол қалаған университетіме түсу болды. Енді бұл жағынан менің өзімнің кінәм көбірек, негізінде ешкімге өкпелемеймін, бұл себебі өзімнің кінәм көп. Өзімнің қалаған университетіме де түскен жоқпын. Енді материалды жағынан мен мысалы жаңа телефон алғым келді. Онда алдым. Бір суммадай ақша тапқым келді. Таптым. Әр нәрсенің қайыры бар, сондықтан да мүмкін олардың орындалмауының өзінде де мен үшін бір қайырлы бірдеңе болған шығар деп ойлаймын. Сондықтан да ешқандай өкінішім жоқ бұл жылға, жалпы жақсы өтті. Енді әрине өзіндік қиындықтары да болды. Комментарийге, кстати, сіздер де жазып қойыңыздар, ойдағыдай өтті ма, жоспарларыңыз орындалды ма, орындалмады ма. Мен осы видеоны салғаннан кейін оқитын боламын. Меніңше комментарий оқығанын ұнатамын ютубтың астындағы. Окей. Осындай бір стрелкалар шықты, сіздерге көрініп тұр ма? Көрініп тұрған жоқ, өзіме ұнайды әйтеуір. Мен кеше мынандай туш алып едім, Рилуидің. Мен негізі осы уақытқа дейін Cabaret Premierмен қолданып жүрдім. Тестировать етіп көрейін деп осы тушты алдым. Мынаның щеточкасы басқаша, білмеймін, енді қазір көреміз, ыңғайлы бола ма, болмай ма, сіздерге айтатын боламын. Щеткасы ыңғайсыз. Бірақ қараңыздаршы, ламинированиемен тушпен бояғанда қалай болып тұрады. Мындай как будто наращивание жасатқан сияқты. Универде маған көмекке келген осы консилер ғой, құсын. Күнде көзім асты қап-қарап тұрғанда осы консилер көмектесетін. Контур жасайық. Мен андай адаммын да, маған ауа райы өте қатты әсер етеді менің көңіл күйіме. Мен Астанаға түскелі бері менің көңіл күйім просто андай депрессия. Ақтөбеге келіп просто кайф, потому что мына жақта күнде күн шығады, жарық. Менің проблемаларым біреулерге күлкілі болып көрінетін шығар, енді бірақ бұл блогерский замашкалар осындай. Блогер үшін освещение, жеке мен үшін бұл маңызды. Бір темадан екінші темаға секіріп жатырмын. Бір андай подружкаммен сөйлесіп отқан сияқтысында. Келесі жылы түрік тілін үйренгім келеді. Жалпы мен үйренгім келетін нәрселер өте көп, бірақ оны іске асырамын, іске асырмаймын, бір Құдай біледі. Сосын осы жылда андай болды. Мен қанша жерден адамдардың пікірі мені қызықтырмайды, өйткен-бүйтке дегенмен де іштей бәрібір де жұрт не дейді, ойбай. Өзге адамдардың ойларына шамалы болсын тәуелділік болды менде. Менің ойымша мен қазір жаймен деп содан арылып келе жатқан сияқтымын, себебі реально маған уже пофиг болып бастап жатыр. Бұл бізде карандаш 27-ші оттенктегі. Осымен макияжым дайын. Енді шашқа кірісетін боламыз. Шашымды айтпақшы, мен жақында шашымды 15-20 сантиметрдей ұзындығынан қиып, каскад стрижка жасаттым. Прям күшті. Мен негізі бұл стрижканы бір жылдан бері бұл жасағым келіп жүргенім, бірақ қорқып едім енді. Жаман ақша шығар деп, бірақ мен мастер күшті қылып істеп берді, күшті мастер түсті. И шашым ұзындығы да қатты кетпеді. Енді асы ұштанып кеткен шаштар болды. Қайтаға қуаныштымын, шашым жеңілдегім қалды, себебі ұзын шашты қыздардың проблемалары десек те болады. Ол мен мысалға бір жерде отырсам, менің шашыма отырып қалатын адамдар. Енді еңкейсең, отырсаң, шашым жердің барлығын сыпырып шығады. Егер де әрине шашымды жіберіп қойсам, плойкамен жасаймын, Philips. Мен осы жылда өзімнің келбетімді жақсы көріп бастадым, толықтай. Ой, не очень. Қазір екінші жанр жасайтын боламын.
Тарам, егін жағында істедім. Енді алдыңғы проекттарды бере алатын боламын. Шаш күтімім жайлы көп сұрақтар қояды. Қалай өсірдің, үйттің деп. Мен шашымды кәдімгідей андай целенаправленно өсіру керек деген болмады. Тек кішкентай кезімнен шашым менде ұзын, шашымды үйтіп аса қатты каре қылып қимағандықтан ұзын болып өсе берді. Вот прям 20 сантиметрдей деп қиғаным осы жақында ғана шығар. Себебі біраз уақытқа дейін мен шашым ұзын болып жүрді. Мен білмеймін қандай скрабтар көмектеседі, қандай шампуньдар, масла көмектесетіні. Короче, штативім құлап түсіп, петличкамның ұстайтын жері сынып қалды. Короче, видеоны тездет аяқтау керек, себебі маған құрбым звондап жатыр, қашан келесіз? Sorry, мен негізі пунктуальный адаммын, бірақ та видеоға түсу керек дегендей. Егер де осындай балталкалар, әртүрлі тақырыптарға әңгіме айтатын видеолар қызықты болса, міндетті түрде лайк басып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған мен Айжан Маратқызы. Келесі кездескенше. Кетейін құрсын. Айтпесем, менімен подружкам сөйлеспей қалайын деп атқан түр бар. Вообще красотка болып тұрмын ғой, айтыңыздаршы. Прям каскадты қиғаныма қуанам. Бірақ бәрі айтады, ертең өкінесің дейді. Білмеймін не нәрсеге өкінетін. Адам өзінің жасаған іс-әрекеттеріне өкінбеу керек. Жасадың ба, значит сен қаладың сол моментте. Соланы мен кетейін, пока.